Сәлем, тарихшы дегенде көз алдыңызға не келеді? Шаң басқан мұрағатта отырған қарт адам ба? Бүгінгі түсіндірмемізде біз осы стереотиптен арылып, тарихшының қазіргі Қазақстанның ұлттық болмысын қалыптастырудағы шешуші рөліне дейін үңгілейтін боламыз. Иә, көпшілігіміз үшін тарихшы кітаптар мен ескі құжаттар әлемінде өмір сүретін адам. Бірақ бұл айсбергтің көрінетін бөлігі ғана. Шындығында олардың жұмысы біздің кім екенімізді және қайда бара жатқанымызды анықтайды. Ендеше осы мамандықтың тереңіне бойлап көрейік. Біз 5 негізгі бөлімді қарастырамыз. Тарихшының кім екенінен бастап, оның қоғам мен Қазақстан үшін маңызына дейін. Соңында тарихтан алатын сабақтарымызды қорытындылаймыз. Ендеше бірінші бөлімге көшейік. Тарихшы дегеніміз шын мәнінде кім? Олар не істейді? Қарапайым тілмен айтсақ, тарихшы өткеннің детективі. Олардың міндеті шашыраңқы дәлелдерді, ескі құжаттарды, ұмытылған әңгімелерде жинап, оқиғаның толық суретін қалпына келтіру. Олар тек не болды деген сұраққа ғана емес, неліктен болды деген ең маңызды сұраққа жауап іздейді. Тарихтың ауқымдылығын түсіну үшін оны көбінесе 3 негізгі кезеңге бөледі. Ежелгі дүние, орта ғасырлар және жаңа заман. Әр тарихшы осы кезеңдердің біріне, мысалы Рим империясына, немесе жібек жолы дәуіріне тереңдеп мамандана алады. Ең қызығы, тарихшының міндеті мыңдаған жылдар бойы өзгермеген. Ежелгі грек тарихшысы Геродоттың мақсаты да бүгінгі тарихшылардықмен бірдей болды. Адамзаттың маңызды істерін ұмыт қалдырмау. Технологиялар өзгергенімен негізгі миссия сол күйінде қалды. Ал енді нағыз детективтік хикаяға ұқсайтын процеске үнелеп көрейік. Тарихшының жұмысы шын мәнінде қалай өтеді? Бұл 4 қадамда былай елестетіп көріңіз. Тарихшы ескі хатты тауып алады. Алдымен оны оқиды, сосын сиясы мен қағазына қарап, оның қашан жазылғанын анықтайды. Автордың кім екенін, не мақсатпен жазғанын зерттейді, содан кейін бұл хаттағы мәліметті сол заманның басқа құжаттарымен салыстырады. Осылайша, бір ғана хаттан үлкен тарихи оқиғаның бір бөлігін қалпына келтіруі мүмкін. Тарихшы тек кітапханада отырмайды. Олардың құрал-саймандары көп. Мысалы, ескі жазуды қалай оқуға болады? Бұған палеография көмектеседі. Альбертин сол дәуірдің экономикасы мен билеушісі туралы не айта алады? Мұны нумизматика зерттейді. Археология мен этнографиясыз өткені толықтай түсіну мүмкін емес. Бұл слайд тарихшылардың зерттеу аясының қаншалықты кең екенін керемет көрсетеді. Тарих тек ежелгі заман туралы ғана емес. Мысалы, мына ғылыми жұмыста 20 ғасырдың екінші жартысындағы Семей қаласы тарихшыларының күнделікті өмірі зерттелген. Бұл тарих ғылымының жаңа бағыты күнделікті тарихтың маңыздылығын көрсетеді. Ал енді ең маңызды сұраққа келейік, осының бәрі не үшін қажет? Ескі оқиғаларды зерттеудің бүгінгі күнде қандай пайдасы бар? Алаш арысы Миржақып Дулатұлының бұл сөзі тарихтың ұлттық тағдырындағы рөлін дөп басып айтқан. Тарих жай ғана өткен оқиғалардың жиынтығы емес, ол халықтың жады, ұлттық бірегейліктің негізі. Ортақ тарих бұл ұлтты біріктіретін желім сияқты. Ол бізге ортақ тамырымызды еске салып, болашаққа бірге қадам басуға күш береді. Сондықтан да әлемдегі мықты мемлекеттер өз тарихын оқытуға және сақтауға ерекше көңіл бөледі. Қазақстан тарихы ғылымында үлкен өзгерістерді бастан кешті. Кеңес дәуірінде тарих коммунистік идеологияға қызмет етіп, көптеген тарихи фактілер бұрмаланды немесе мүлдем айтылмай, ақ таңдақтар пайда болды. Тәуелсіздік алғаннан кейін қазақстандық тарихшылардың алдында объективті шындықты қалпына келтіру міндеті тұрды. Тарихты ұлтты біріктіру үшін пайдалану жаңа идея емес. Мысалы, орта ғасырлардағы Францияда патшалар өз билігін күшейту үшін осындай үлкен француз хроникалары сияқты жылнамаларды жаздырған. Бұл сол кездегі халыққа біз бір тұтас ұлтпыз деген идеяны сіңірудің жолы болды. 4-ші бөлім. Енді назарымызда Қазақстандағы тарих ғылымының қазіргі жағдайына аударайық. Бұл саланы қандай институттар мен ұйымдар дамытып отыр? Қазақстан тарих ғылымының қара шаңырағы Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты. Ол сонау 1945 жылы құрылған. Содан бері еліміздің тарихын зерттеуде негізгі рөл атқарып келеді. Ал 2011 жылы құрылған тарихшылардың ұлттық конгресі бүкіл елдегі мамандардың басын біріктіретін маңызды алаңға айналды. Бұл конгресс жай ғана ғалымдардың жиналысы емес.
Олар тарихи білімді халыққа жеткізумен айналысады. Мектеп оқулықтарын жаңартудан бастап, тарихи фильмдерге кеңес беруге дейін. Олардың мақсаты тарихты тек қана ғалымдарға ғана емес, баршаға қолжетімді ету. Сонымен, соңғы қорытынды бөлімге де жеттік. Өткені зерттеудің түпкі мақсады не? Ол бізді болашаққа қалай бағыттайды? Демек, тарихты оқу бұл тек даталар мен оқиғаларды жаттау емес. Бұл ата-бабаларымыздың тәжірибесінен сабақ алу, ұрпақтар арасындағы байланысты үзбеу және өз құндылықтарымызды қалыптастыру. Тарихи білім арқылы ғана біз өзіміздің кім екенімізді және қайда бара жатқанымызды түсіне аламыз. Бір қызығы, біздің бүгінгі талқылауымыз ерекше күнге сәйкес келіп отыр. 28 наурыз дүниежүзілік тарихшылар күні. Бұл біздің өткенімізді зерттеп, болашағымызға бағыт беретін жандарға алғыс айтуға тамаша себеп. Сонымен, біз тарихшының шаң басқан мұрағаттан ұлттың болашағын қалыптастыруға дейінгі сапарын көрдік. Енді басты сұрақ туындайды. Әркім өз тарихынан болашағы үшін қандай сабақ алады? Осы оймен бүгінгі талдауымызды аяқтаймыз.